Жоқ, құдыққа барған жоқпыз. Анау бірінші ауылдағы үйдің орнына барып келдік. Шеткі үйге барып келдім. Ештеңе қалмапты төмпешікті. Мен бармасам білмейді ешкім. Алдыңғы жылдар анау үйдің қабырғасына кішкентай тұрба тұрады ғой адам тұрманың қалдығы тұратын ғой. Бекмырза бір жылы ерігіп отырып ауылда отырамыз дейді. Ой шағалар бар, батындар. Сосын Нұр апаның балалары келіп Қатай дейін бұзып жатыр. Апаммен. Сосын барып бекітті, Бекмырза айтады. Көзіме сүзілдім. Нұр апаның серкесі бар тұғын дейді. Есікті ашса кнопканы баш. Сендер мына үйді неге бұзып жатсыңдар? Жай тұрған үй, бұл әруақтың үйі. Кнопканы есік ашатын. Бірдеңеге сұрақ қаласыңдар сендер. Есігі болмайды деп айтып кеткен. Сосын сөйтсе бағашасы құлап тұрып, бөріне құлағанда аяғы қысып қалып, аяғы сынып қалады. Енді аш. Әні, ессіз үй деме, әруақты үй. Сосын барып, бегің айтып, дәу серкесі соны көзде жүрген. Кеше айтқан жоқпын ғой, болмайды, әруақтың жібермейді. Бұзба көріп, жай тұрған үй. Енді анау дәу серкелерің соның сойында да құлай берді. Ақыл сой қызым сол дейді.